Сүлеймен мен диханшы. Сүлеймен пайғамбардың заманында әлемдегі барлық хайуандар, өсімдік, өзен, тау, тас, тіршіліктегі зат атаулының бәрі Сүлейменге бағынған екен. Барлық жан-жануардың патшалары жыл сайын пайғамбарға келіп, есеп беріп үлкен жиын құрады екен. Сол Сүлеймен уақытында бір адам өмір сүрген екен. Ол өте керемет диханшы болыпты. Жыл сайын еккен егіндер өте бітік шығып, әлемді қызықтырып, жанынан өткен жанды еріксіз өзіне тартады. Сол диханшының еккен егінін көруге жыл сайын көптеген періштелер жиналып тұрады екен де, оңтүстіктен Сүлеймен пайғамбарға келе жатқан құс патшалары періштелердің арасынан әрең өтіп, жылда жиыннан 2-3 күн кешігіп келеді екен. Бұл жолы да жиынға келе жатқан құс патшалары диханшының еккен егінін көруге келген періштелердің арасынан 3 күнде әрең өтіп, тағы кешігіп келеді. Бұл қалай болды екен деп ойлайды олар. Білейікші, осы диханшыны егін еккенде Сүлеймен пайғамбарды ауызға бір алар ма екен өзі, осыны пайғамбардан сұралық депті. Бұрынғыдай 10 шақты күнге созылған үлкен жиналыс болады. Жиналыста әр патша өзінің жұмыстары жайында есептерін береді. Барлық патшалықтар сөйлеп болғаннан кейін қорытынды сөзді пайғамбар сөйлейді. Пайғамбар сөйлеп болғаннан кейін жаңағы құс патшалары Сүлейменге сұрақ қояды. Тақсыр, әлемнің патшасы, рұқсат етсеңіз, сізден бір сұрақ сұрағалы отырмын. Айта ғой, сұңқарым, сұра сұрағыңды. Тақсыр, осы жолда бір диханшы бар. Оның еккен егіні өте бітік шығып, жылда сол бітік егінді көруге түпкір-түпкірден барлық періштелер жиналады. Жиналған періштенің көптігі сондай, арасынан біз 2-3 күнде әрең өтіп, жиынға ылғи кешігіп келеміз. Сізден сұрайтын сұрағым, сол диханшы жылда егін еккенде және оны ысырапсыз таза жинап алғанда сізді аузына бір рет алар ма екен? Менің ең білгімнің келетіні осы, тақсыр. Сұңқарым, бұл сұрағыңның анығын біліп келесі жылғы жиналыста айтып берейін, деп пайғамбар барлық патшаларды таратып жіберіп, өзі диханшыны іздеуге шығады. Желге өзін сол диханшыға апарып тастауын бұйырады. Жел айтқанын екі етпей, көзді ашып жұмғанша пайғамбарды диханшыға алып жетіп келеді. Диханшы Сүлейменді танып келіп сәлем береді. Пайғамбар сәлемін алып, өзінің диханшы еккен таңғаларлық мол егінді көруге келгенін айтады. Диханшы оны қуанышпен қарсы алып, орылып басылған бидайларын, одан соң әлі орылып бітпеген кісі бойындай қалың бидайын көрсетеді. Сүлеймен пайғамбар диханшының еткен еңбегіне разы болып, енді бұл диханшының өзін аузына алатынын әлде алмайтынын білгісі келіп, сіз өте еңбекшіл, қарапайым, жігерлі, ақылды, өнерпаз адам көрінесіз. Еккен өніміңіз өте бітік шығып, көруге әлемдегі жанды нәрселер мен періштелер еріксіз жиналады. Менің білгім келетіні, сіз дәнді алғанда не деп аласыз деді. Бісміллә деп себемін. Қара қазан сары баланың қамы үшін бере көр құдайым, деп еңбегіммен аламын, деді диханшы. Сүлейменді аузына алмайды. Бұған ашуланған Сүлеймен, бидай жер суға, бидай сен ендігі жылы өнбе. Ал жер, сен қанша бидай сепсе де өндірме. Ал су 40 кез төмен түс, деп әмір береді. Диханшы мұны біледі де даярлықты күшейте бастайды. Күш көлікті, құрал саймандарды күзден сайлап көктемге дейін бәрінде сай қылып қояды. Күткен көктемде туады. Диханшы еңбек етуге кіріседі. Себетін бидайды 7 күн ұдайы судан шығармай бөктіріп, бір айдаған жерін шаршылай 7 рет айдап, 7 рет тырмалап бидайды себеді. Біраз күн өткеннен кейін егін бұрынғы жылғыға қарағанда 10 есе артық бітік боп шығады. Ендігі суаратын кез келеді. Суға келсе,
Су өз деңгейінен 40 кес төмен түсіп кеткен. Диханшы жүгіріп Сүлеймен пайғамбардың әкесі Дәуіт пайғамбарға кеп, не істейтінін білуге ақыл сұрайды. Дәуіт пайғамбар оған ара балта беріп, сол өзеннің жоғарғы басында бір жырада көктеген үлкен түп ағаш бар, соны кесіп, көмір қып жағып алып кел дейді. Диханшы ара мен балтаны алып айтқан ағашын тауып алады. Ағаш көлемді, үлкен, әдемі екен. Кесуге де қимайды, бірақ кеспеске де болмайды. Ақыры ағашты кесіп, жағып, одан 9 қап көмір алады. Тырмыштап, жаяу арқалап құдықтың басына жеткізеді де Дәуіт пайғамбарға қайта барады. Дәуіт төсті, балғаны, көрікті қосып, арқалатып суға келіп бір жерінен шығыр орнатады. Оған 40 шелекті қатарынан салып, шығырды айналдыра бастайды. Мұндай күшке шыдай алмаған су аспанға шапшып, барлық аймаққа тарайды. Суарылып суға қанған егін бұрынғысынан да жақсы көтеріліп, былтырғы жылына қарағанда 10 есе артық боп шығады. Енді оны көруге жиналған періштелер былтырғыдан 10 есе артық жиналады. Бүкіл сол алаңды періштелердің жиыны басады. Бұрынғы әдетінше құс патшалары тағы уақытынан кеш қалып келеді. Сүлеймен пайғамбар жиналысын бітірген соң, құс патшасының бірі тағы да былтырғыдай: «Тақсыр, осы былтырғы айтқан диханшым сізді аузына алар ма екен? Биылғы еккен егіні былтырғыға қарағанда 10 есе артық бітік шықты. Оған жиналған періште 10 есе көп болды. Солардың көпшілігінен әрең өтіп, биыл бұрынғыдан да көп уақыт кешігіп келдік», деп сұрайды. Бұл сөзге іштей ашуланған Сүлеймен: «Мұны мен осы жолы біліп келейін», дейді. Желге мініп ашуланып келген Сүлеймен тұқымнан: «Сен неге менің бұйрығымды орындамадың? Менің шықпа дегенім қайда?» деп ашулана сұрайды. «Тақсыр, мен орындамайын дедім бе? 7 күн суға салып тұншықтырып есімді тандырды», деді тұқым. «Ал сен неге өндіріп шығарасың?» деп жерге ақырды. «Тақсыр, менің өндірмесіме қойды ма? 7 рет жыртып, 7 рет тырмалап, әбден есімді тандырды. Су ішіп, қазір ғана есімді жиып тұрмын», деді жер. «Су, мен саған жер бетіне шықпай 40 кез төмен түсіп кет дегенім қайда? Неге орындамайсың?» «Тақсыр, мен сіздің айтқаныңызды орындадым. 40 кез төмен түсіп те кеттім. Бірақ оған Дәуіт қойған жоқ, еріксіз аспанға шығарды». Бұдан еш нәрсе шықпайтынын көріп, еңбектің түбі нені де болса жеңетінін білген Сүлеймен: «Еңбек қылған алсын», деп жүріп кетіпті. Ит пен мысықтың хикаясы. Ертеде бір бай кісі Сүлеймен пайғамбарға келіп, «Маған жан жануардың тілін үйретіңізші», деп өтініпті. Пайғамбар: «Саған ондай кереметтің қажеті жоқ, өзіңе зиян болады», дейді. Бірақ бай кетпей қиылып отырып алады. Байдың көңілін жыққысы келмеген пайғамбар жан жануардың тілін үйретті. Ертесіне бай таңертең тұрып, итіне бір кесек ет лақтырады. Етті мысық қақшып алып талға шығып кетеді. Ит әупілдеп үреді. Бай оларды түсініп тұрады. «Ит, еттен бөліс», деді. Мысық: «Сен бір күн шыда, байдың семіз көк қошқары бүгін арам өледі. Соның етіне қарық боласың», деді. Бай ертесіне көк қошқарды сатып жібереді. Азанда бай тағы бір кесек ет лақтырады. Мысық оны да қағып түседі. Ит тағы сұрады. Мысық: «Бір күн шыда, бүгін түнде байдың сиыры арам өледі. Етке армансыз тоясың», деді. Бай сол замат сиырын сатып жібереді. Ертесіне бай тағы да ет лақтырады. Мысық бұл жолы да итке бұйыртпады. Ит ренжіп: «Кеше сиыр өледі деп едің, қожайын оны сатып жіберді. Етімді бер», деп жалынды. Мысық оған: «Бүгін түнде байдың семіз биесі арам өледі. 1 ай ет жейміз», деді. Бай кешке жеткізбей жылқыны да сатып үлгереді.
Ол ішінен бұл бір рахат болды, апаттың алдын алдым, жануардың тілін білгенім қандай жақсы деп ойлап масаттанады. Ертесіне итіне тағы да бір кесек ет лақтырады. Оқиға айна қатесіз қайталанады. Бірақ мысық бұл жолы: бүгін түнде бай өледі, 7-сі бар, 40-ы бар, 100-і бар, жыл 12 ай тоқ жүреміз, деді. Мына сөзді естіген бай шошып кетті. Жалма-жан Сүлейменге жүгіріп барып, болған жайды айтты. Патша еке, мына ажалдан мені құтқар деп жалынды. Сонда Сүлеймен патша: саған келген бәлені қойың қақты, оны сатып жібердің. Сосын сиырыңа ауысты, оны да сатып құтылдың. Үшінші жолы ажал биеге ауысты, оны да сатып құрттың. Енді бәле басыңа төнді. Алланың бұл ісінің алдында мен шарасызбын, деді. Бай сол түні дүние салды. Содан бері ел арасында бәле әуелі малыңа келеді, малыңа келмесе басыңа келеді деген тағылым қалған екен. Сүлейменнің жүзік жоғалтуы. Сүлеймен патша болып отырғанда күніне бір рет алдына күллі мақұлық қол қусырып келіп тағзым етіп кетеді екен. Олардың мақтау марапаты, сый-сияпаты патшаның көңілін өсіріпті. Патша мақтау сөздерді естігенде менен асқан құдіретті бар ма екен деп ойлайды екен. Бір күні Сүлеймен өзеннің жағасында қолын жуып жатқанда жүзігін түсіріп алады. Бір балықты шақырып: әй балық, жүзігімді алып бер, дейді. Балық шолп етіп суға түсіп жүзікті тауып алады. Сол сәтте ұлы Алла балыққа: жүзігін берме деп әмір етеді. Балық әмірге бағынып жүзікті жұтып қояды. Сүлеймен әрі күтіп, бері күтіп сарсылады. Балық келмегесін сарайына қайтады. Қақпасының аузына келсе, күзетшілер есігін ашпайды. Сүлеймен айқайлап: әй, мен әлемнің әміршісі Сүлейменмін, аш есікті, деді. Күзетші ашпады. Күзетшілердің басшысы Ақиық деген дию екен. Ол Сүлейменнің қасына келіп: әй Сүлеймен, сен бізді өзіңе емес, жүзігіңе бағындырдың. Жүзіксіз еш билігің жоқ, деп оны кіргізбей жіберді. Сүлеймен басы ауған жаққа қарай жүре берді. Қарны ашып, қаталап шөлдейді. Арып ашып, қайыршыға айналады. Қай үйге бас сұқса да ешкім оған бір үзім нан бермейді. Сол кезде Сүлеймен өзінің баяғыда тақта отырып, асты таңдап жейтін астамшылығына өкінеді. Бір күні жолда келе жатқанда Сүлейменді бір топ маса талайды. Кезінде Сүлеймен халықтың қанын ішкен бір мыстан кемпірді өлтіріп, өртеп, күлін суға шашқан еді. Оның күлінен маса пайда болыпты. Масадан қашып Сүлеймен бір ағашты паналайды. Қарлығаш оған араша түсіп, масаларды қуады. Сүлейменге су тасып, шөлін қандырады. Қанатымен желпіп, самал жел тұрғызады. Бұл оқиғаны сыртынан байқап тұрған кемпір мен шал: бұл тегін адам емес екен, мұны үйімізге шақырайық деп Сүлейменді үйіне әкеледі. Шал балық аулап кәсіп етеді екен. Сол күні бұрын соңды көрмеген үлкен балық ұстап алады. Балық аршысу үшін Сүлейменді көмекке шақырады. Балықтың ішек қарнын тазалап отырып, Сүлеймен баяғы жоғалтқан жүзігін тауып алды. Жүзігін қолына таққанда барлық мақұлық алдына келіп, қол қусырып тұра қалыпты. Алла осылайша Сүлейменді сынап қайтадан тағына отырғызады. Содан бастап ел ішінде жүзігі барда Сүлеймен, жүзігі жоқта сүмірейген деген сөз қалыпты. Сүлейменнің сайтандарды матауы. Бірде Сүлеймен пайғамбар Аллаға арыз қылып: уа Алла, 18 мың ғаламның билігін бердің, енді сайтандардың билігін бер, барлығын бұғаулап қамап тастаймын, деді. Алла: Сүлеймен, болмайды, тірліктен мән кетеді, деп жауап берді. Сүлеймен түсінбей дал болды. Аллаға: билігін берші, қамап көрейін, деп сұрап қоймады. Алла тілегін берді. Сүлеймен сайтандарды байлап қамап тастады. Өз ісіне риза болып, көңілі марқаяды. Бір кезде қарны ашып қызметшісін шақырды. Ешкім келмеді. Күзетшіге айқайлап: кім бар, деді.
Жауап қатқан жан болмады. Іздеп шықса, сарайда өзінен басқа жан баласы қалмапты. Әр айқайлап, бер айқайлап сыртқа шығады. Көшеде де тірі жан жоқ. Қарны ашып базарға барады. Барса, қайнаған халық жоқ. Қымбат тауарлар иесіз жатыр. Бір кезде мешіттен азанның даусы естіледі. Жүгіріп барса, барлық адам мешітке сыймай жатыр. Жартысы сыртында отыр, ауыздарында кәлима, қолдарында тәспі. Сүлеймен таң қалып, «Уа Алла, мына адамдарға не болған?» деп сұрады. Сонда Алла: «Сүлеймен, сен сайтандарды бұғаулап тастадың. Олар болмаған соң, жұрт маған бет қойды. Сайтанды бұғаулау менің қолымнан келмейді дейсің бе? Құлдарым сайтанмен күреспесе, олардың дәрежесін қалай анықтаймын? Адамның тіршілігі сайтанмен тіресіп іс қылғанда мәнді болады» депті. Сүлеймен Алладан кешірім сұрап, сайтандарды босатыпты. Құрметті тыңдарман, каналымызға тіркеліп, бізді тыңдай жүріңіз. Түрлі, мағыналы, мәнді, өмірге қажетті қиссалармен үнемі бөлісіп отырамыз.